Үлгілі оқушы десек, көз алдымызға кітаптан көз алмайтын, оқымысты, тек сабақ, сабақ, сабақ деп қалған оқушы көз алдымызға елестейді. Шын мәнінде, үлгілі оқушы болу әр оқушының қолынан келеді. Мәселен, сабақты жақсы оқып, сыныптастармен жақсы қарым-қатынаста болу, мектеп ережелерін сақтап, мұғалімдерді, үлкендерді сыйлап, кішілерге ізет көрсетудің өзі үлгілі оқушы деген атқа апаратын тағы бір қадамдардың бірі десек болады. Үлгілі оқушы болу мына ұсақ тиек заттардан ақ басталады. Мәселен, сабақты кешікпей келу, үй жұмысын толыққанды орындау, кітап дәптерлерінің бетін айнадай таза ұстау, әр түрлі сайыстарға белсене қатысып, оқуды да бірге алып жүру, сыныптастарының, мұғалімдерінің көңілін қалдырмай, әрқашан олармен жақсы қарым-қатынаста болу, мектеп қабырғасының ережелерін сақтап, толыққанды мектептің заңына бағыну. Үлгілі оқушы болу үшін бар еңбегіңді салып, үлгілілерден үлгі алып жүр. Сонда үлгілі деген жақсы атаққа лайық боласың.